Соңғы уақытта таксистердің шағымы көбейді, табыс азайды. Жолаушылар саны өзгермеді, ал жүргізушілер саны өсіп барады. Бұл неге болып жатыр? Такси нарығы неге қызып тұр? Ең бастысы, бұл жағдай немен аяқталады? Бүгін осы тақырыпты толық талдаймыз. Таксиға кіру өте оңай, көлік бар, құжаттар бар, болды, сен желідесің. Экономикалық қиындықтар кезінде адамдар таксиге тез табыс көзіндей көріп келеді. Бірақ жолаушылар саны өспейді. Адамдар үнемдейді, аз жүреді, қоғамдық көлікке көшеді. Нәтижесінде жүргізушілер көп, ал тапсырыстар көбеймейді. Таксистің табысы бірнеше фактордан тұрады. Тариф, коэффициент, сағатына тапсырыс саны. Жүргізушілер тым көп болғанда, коэффициент азаяды, бос күту көбейеді, сағатына табыс түседі. Соңғы жылы 10-12 сағат жұмыс істесе де, бұрынғыдан аз табыс тауып жүрген жүргізушілер көп. Агрегаторларға жүргізушілердің көп болғаны тиімді. Жүргізуші көп болса, автокөлік тез келеді. Жолаушы үшін сервис жақсырақ. Платформа үшін маңыздысы, әрқашан қажетті мөлшерден сәл көп жүргізуші ұстау. Бірақ бұл баланс бұзылса, жүргізушілердің табысы құлайды. Егер жағдай осылай жалғаса берсе, бірнеше үрдіс орын алады. Жүргізушілердің бір бөлігі нарықтан кетеді. Табысы тым төмендегендер жұмысты қояды, нарық өзін өзі реттей бастайды. Агрегатор талаптарды күшейтеді. Сапаны ұстап тұру үшін. Рейтингке қатаң талап, көлікке жаңа талаптар, ақылы жазылымдар, жаңа жүргізушілерге шектеулер. Сұр нарықтың өсуі. Табысы азайғандар, техникалық тексеріссіз жүруі мүмкін. Бұл жалпы сапаны төмендетеді. Технологиялық қауіп. Жасанды интеллект және пилотсыз такси бұл келешекте жүргізушілерге деген сұранысты азайтуы мүмкін. Бірақ жағдайдан шығатын жолдар бар. Мысалы, дұрыс уақытта, дұрыс аудандарда жұмыс істеу, тиімсіз тапсырыстарды сүзгіден өткізу, эконом-комфорт кластарына көшу, шығындарды азайту, газ, тиімді көлік, дұрыс сервис, қосымша сервистерге қосылу. Корпоратив, in-drive, жергілікті агрегаторлар. Таксиді жалғыз емес, қосымша табыс ретінде пайдалану. Такси нарығы қиын кезеңде тұр. Жүргізушілер көбейіп жатыр, ал сұраныс бір орында тұр. Сондықтан табыс төмендей беруі мүмкін. Бірақ нарықты талдап, стратегиясын дұрыс құра білетін жүргізушілер әлі де жақсы табыс таба алады. Егер тақырып қызық болса, лайк басыңыз, жазылыңыз, және пікірге өз қалаңыздағы жағдайды жазыңыз.